Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, Адан яға дейін ерекше рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге оп-оңай, әрі тез жасалатын, салмасы жұмыртқа мен жусайдан ғана тұратын, өте тойымды, өте дәмді шығатын қуырылған бәліш пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Қамыры жұмсақ, майлы емес болып шығатын пирожкиді жасап көруге кеңес беремін. Қамырды илеу үшін сұйық және құрғақ қоспа дайындайтын боламыз. Ең алдымен сұйық қоспамызды дайындау үшін 1 кесе айран немесе 250 мл кефир, оның үстіне 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қант қосамыз да жақсылап араластырамыз. Пирожкиді дайындаудың толықтай рецепті төменде описанияда жазылған. Енді алдын ала өлшенген 40 мл күнбағыс майын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, енді құрғақ қоспаны дайындаймыз. Құрғақ қоспаны дайындау үшін алдын ала өлшенген, иленген ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған сұйық қоспамызға құрғақ қоспаны қосып, қамыр илейміз. Ең алдымен қасықтың көмегімен құрғақ қоспа мен сұйық қоспамызды жақсылап араластырып, бір-бірімен біріктіріп жіберіп, ары қарай кәдімгідей қамырды илей бастаймыз. Қамырды илеген кезде бар күшімізді салып илемейміз, яғни жаймен ғана осылай қайра-қайра илеп, қазір енді тындыруға қойып қоямыз. Ол үшін бетін салфамен жауып, бар жоғы тек 10-15 минутқа ғана қойып қоямыз. Қамырымыз тынғанша ары қарай салмамызды дайындауға көшеміз. Ол үшін ең алдымен салмаға қажетті керекті заттарды осылай алдын ала турап дайындап қоямыз. Бізге 1 дана пияз қажет, майдалап турап шығамыз. Ары қарай жусайды алып, жумастан бұрын сарғайған жерлері болса тазалап шығамыз. Одан кейін жақсылап жуып, мінекей 1 шоғыр, 1 пучок жусайды майдалап турап шығамыз. Салмамыз үшін бар жоғы осылай майдалап туралған жусай және майдалап туралған пияз және 5 тал мінекей жұмыртқа ғана қажет. Мінекей қамырымыз 10 минуттай тұрды. Енді 1 қайра илеп жіберіп, қазір күлшелеп шығамыз. Ең алдымен 2-ге бөліп аламыз. Одан кейін 2-ге бөлінген қамырды осылай 1 қайра илеп, 1 бөлігін 1 қайра илеп, мінекей 4 бөлікке бөлдік. Одан кейін 4 бөлікті тағы да 2 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Осылайша майдалап, күлшелеп, мінекей майда күлшелерді осылай 1 қайра илеп, тындырып қоямыз. Мінекей жаңағы бөлінген, 4-ке бөлінген көшелерді 2-ге бөлдім, себебі үлкендеу болып кетті. Көз мөлшермен өздеріңіз қарайсыздар. Егер үлкендеу пирожки жасайтын болсаңыздар, үлкен мөлшерде қалдыра берсеңіздер болады. Ал егер дайын пирожкидің размері кішілеу болған қаласаңыздар, онда осы көшелерді кішкентай қылған жөн. Бұл пирожкиларды дайындап, яғни сатылымға да шығаруға болады. Егер сатылымға шығаратын пирожкилар жасайтын болсаңыз, онда сіздерге міндетті түрде таразы керек, яғни күлшелердің граммы бірдей болу керек. Ал егер үй жағдайында, яғни үй мүшелеріне дайындайтын болсаңыздар, онда әрине көз мөлшерде, яғни күлшенің размерін бірдей қылып аласыздар. Енді тындыруға 5-10 минут салмамызды дайындағанша қойып қоямыз. Қыздырылған табаға сармайды салып, ерітіп, енді бағана дайындап қойған, майдалап туралған пиязымызды қосып, қазір қуырамыз. Сармайымызды жақсылап араластырып, қуырып шығамыз. Енді үстіне майдалап туралған жусайымызды қосамыз да, тағы да жақсылап араластырамыз. Сармайға қуырылған жусаймен пияздың дәмді иісі мұрынды жарып бара жатыр. Енді 5 тал жұмыртқамызды қосып, үстіне кішігірім тұз қосып, кішкентай көз мөлшерде дәміне қарайсыздар әрине. Және де өздеріңіздің қалауларыңызға қарай өзге де дәмдеуіштерді қосып шықсаңыздар болады. Мен бұл жерде
тек қана кішкене ғана қара бұрыш қостым және дәміне қарай тұз қостым. Мінекей салмамыз дайын. Енді күлшеміз де дайын болды. Енді әрмен қарай осылай тағы да күлшелеп қамырды жаюға кірісеміз. Қамырымыз әбден тынып тұр екен. Енді осы күлшелердің әрқайсысын осылай жайып шығамыз. Енді осы жайғанымды көрсеткенімше сіздерге қолымдағы кішкентай оқтаудың тарихын айта кетейін. Бұл кішкентай оқтауды мен Ташкенттен алған болатынмын. Ташкентке бара қалсаңыздар, сол базарды іздеп барсаңыздар болады. Ол қандай базар? Яғни барлық қолөнермен айналысатын адамдарға, наубайханамен айналысатын адамдарға осындай әртүрлі құрал жабдықтар сататын бір арнайы базар бар. Ол базардың ішіне кірсеңіз, енді тандыр нан жасайтын, тандыр нанға гүл салатын, чебуреки кесетін, әртүрлі қамыр жаятын оқтаудың түрлері бар. Сондықтан жол түсіп Ташкентке бара қалсаңыздар, міндетті түрде сол базарды іздеп барып, осындай әртүрлі арнайы құралдарды алсаңыздар болады. Әрі бағасы өте арзан. Мінекей күлшелерімізді енді бір келке етіп, жайылған күлшелерімізді бір келке етіп дайындап қойдық та, үстіне дайындап қойған салмамызды бір ас қасықпен толтырып осылай салып шығамыз. Бұл салма өте тойымды, өте дәмді шығады. Сонымен қатар таңғы асқа да құр салманың өзін осылай жусамен жұмыртқаны қуырып жесеңіздер де болады, өте дәмді шығады. Енді ары қарай қазір мінекей пирожкимізді тиюді бастадық. Біз 3 бұрышты формада түйіп жатырмыз. Ең алдымен бір бұрышын, содан кейін екінші, одан кейін үшінші бұрышын түйіп, мінекей 3 бұрышты пирожки жасайтын боламыз. 3 бұрышты пирожки жасау міндетті емес, яғни өздеріңіз қалаған формаларыңыз бойынша пирожкиді түйіп шықсаңыздар да болады. Дөңгелетіп, немесе классический пирожки қылып түйіп қуырсаңыздар да болады. Мен бүгін енді осындай 3 бұрышты пирожкиді қыздарымның қалауы бойынша осылай түйіп жатырмын. Дәл қазір 3 бұрышты пирожкиді түйудің осындай жақыннан көрсетіп жатырмын. Яғни бірінші бір бұрышын көріп отырғандарыңызда екінші бұрыш және үшінші бұрышын түйіп шықтық. Мінекей осындай әдемі форма шығады. Енді тездетіп бір бұрышын, екі бұрышын, үшінші бұрышын және де осылай кішкене сәл ғана күш салмай бекітіп шығамыз. Мінекей 3 бұрышты пирожкиміз дайын болды. Қайтадан асықпай көрсетіп шығайын. Бірінші бір бұрышын мінекей бір-біріне бекітіп, одан кейін ортасын біріктіріп алып, екінші бұрышын және үшінші бұрышын. Мінекей күш салмаймыз, бір-біріне осылай жаймен бекітіп шығып, мінекей 3 бұрышты пішінде пирожкиміз дайын болды. Енді алдын ала қыздырылған мінекей майға пирожкимізді қуыра бастаймыз. Енді екінші жағын аударып қуырып аламыз. Бір пирожкидің ортасы сәл ғана ашылып кетіпті, ештеңе етпес. Енді қалғандарында дәл осылай қуырып аламыз. Маған бір ұнайтындығы қамыры жұмсақ, әрі майлы емес болып шығатындығы. Сондықтан жасалу жолы оп-оңай, әрі қамырдың көтерілгенін күтіп тұрмайтын осындай рецептпен пирожкиді жасап көруді кеңес беремін. Ал енді ыстық бәлішіміз де дайын болды. Ары қарай әдемі подачаға көшетін боламыз. Үйде бір тарелканы, үлкендеу тарелканы алып, ортасына кесе немесе кішкентай тарелканы қойып, үстіне қаймақ салып, паприка салып безендіретін боламыз. Енді айналасына ыстық піскен бәліштерімізді, пирожкиларымызды осылай қойып шығамыз. Не болмаса өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай, қалауларыңызға қарай да қойып шықсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, сіздерге кішкентай ғана өтінішім болып тұр. Егер видео ұнаса, жақында ашылған каналыма тіркеліп,
лайк басуды ұмытпаңыздар. Және видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Алдын ала сіздерге өз алғысымды білдіріп, сіздерден қолдау күтемін. Егер дайындау барысында сұрақтар туындаса, онда пікірге қалдыра кетіңіздер. Мен міндетті түрде барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Ал енді дәмін көрейін, бағасын бере кетейін. Өте дәмді шыққан, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.